Қайырлы күн, қайырлы кеш. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі демалыс күндеріңіз қалай өтті? Сіздерге жүрек жіберіп қояйын. Сіздер де маған жүрек жіберіп отыр екенсіздер. Сіздерді эфирде көргеніме қатты қуаныштымын. Менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Менің парақшамда сіздер энергияны ғана өзгертпейсіздер, бүкіл генетикалық программаларды өзгерте аласыздар. Бүгін сол туралы айтамыз. Бүгін қалай өзгеріс жасауға болады және генетика деген не, ол генетикалық программаларды қалай өзгертуге болады және ол программалар қайда жасырынады, және генетикалық программалардың адамның өміріне әсері және ол программаларды энергетикалық деңгейде, клеткалық деңгейде қалай өзгертуге болады. Соны айтамыз және ғылыми дәлелдерді айтамыз. Бүгін сіздерге өте керемет жаңалығым бар. Бірінші жаңалығымды айтып кетейін. 18-і, 19-і, 20-сы 3 күн энергетикалық қайырлы кеш, қосылыңыздар. 3 күн, 18-і, 19-сы, 20-сы 3 күн ешқашан болмаған өте почти как даром ғой, как тегін сияқты болады сіздерге, потому что сіз 3 күн бойы алатын менен информация, 3 күн бойы алатын сіздерге трансформация, 3 күн бойы мен жасайтын терең практика, ол енді керемет. Сол нәрсені сіздер 3 күн бойы аласыздар. Неге олай жасап жатырмын? Өйткені адамдарға массовый көмектесу керек болып тұр. Адамдарға біртіндеп емес, адамдарға массовый көмек керек болып тұр. Потому что көп адамдар маған жазған кезде прям программамен сөйлеп тұрған көремді, прям жаным ашиды, шынымен де. Потому что адам өзінің ойы, эмоциясы, рахмет сіздерге. Жүректеріңізге рахмет. Сіздердің жүректеріңізге осындай жүрек жақсы көремін сіздерді. Өйткені адамның өзінің сөзі, ойы, әрекеті барлығы өзінікі емес. Оның барлығы программа. Оның барлығы генетикалық және қоршаған ортамен берілген адамның программалары. Адамның клеткасында да, адамның миында да, адамның бүкіл денесінде барлығы толған программа, потому что программалар әр клеткада жазылған. Программалардың ішінде клетканың ішінде өзіндік ақпарат сақтайтын энергия бар. Сол әр клетканың ішінде ақпарат сақтайтын кәдімгідей флешка сияқты энергия бар. Сол нәрсе сіздің осы уақытқа дейінгі 0 жастан осы күнге дейінгі барлық өміріңіздің сферасына әсер етіп тұр. Оның барлығы. Сіз энергетика арқылы, сіз энергетиканы тек қана энергиямды ғана тазартамын деп ойламаңыздар. Бұл жақта энергияңызбен қоса сіздің бүкіл физикалық деңгейдегі барлық эмоционалды блоктарыңызбен барлық органдарыңыз тазарады. Ал эмоцияның барлығы қайда сақталады? Эмоцияның барлығы олар ішкі органдарда сақталады. Психосоматологтардың айтатыны сол. Сіз психосоматологқа барған кезде бір обидаңызбен, бір қорқынышыңызды алу үшін ол сізді транстық күйге енгізеді, регрессология бойынша, регресс бойынша, одан кейін барып соның барлығын іздейсіз, қай жерде болды, не болды деп. Ал энергия тазартуда сіз бір сеанста бірнеше блоктардан тазарасыз, бірнеше өкпе, реніш, қорқыныш барлығын органдардан шығара аласыз және тазара аласыз. Біртіндеп жүрмейсіз. Ана өкпені қашан ойлап едім, мына өкпені қашан жазып алып едім, қашан ол қорқыныш келіп еді деп жүрмейсіз. Бұл сеанста сіз бала 0 жастан, жасыңыз қазір қаншада болса да,
сол программаларды, жазып алған программаларды өшіре аласыз. Ал бұрын қалай еді? Бұрын біз поликлиникаға барсақ та, больницаға барсақ та бізге не деп айтатын? Бізде сондай аурулар болса, сіздің тұқымыңызда сондай аурулар болды ма? Ол сіздің тұқымыңыздан келіп тұр, ол жазылмайды деп айтады. Иә? Больницаға барсаңыз бір нәрсе болса, ол жазылмайды сізде. Потому что сізде осындай генетикалық программа бар. Осындай нәрсе сізде бар. Сізде больницаға барған кезде сразу сіздерден не деп сұрайды? Сіздің тұқымыңызда сондай аурумен ауырған адам болды ма деп сұрайды, иә десеңіз болды. Ал система бойынша, енді бұл жерде айтуға бола ма болмай ма білмеймін, бірақ адамдардың постоянно медикаментозный дәрілермен емделе беруі, ол сол салаға өте тиімді. Өйткені сіздің ауруыңызды түбегейлі ол жақта емдемейді. Сіздің ауруыңыздың тек қана симптомдарын емдейді. Сіз ауырып барасыз, сізге жаңағы симптомдарды емдейтін таблеткалар, система, тағы да басқа уколдар, түрлі береді. Ал сіз оларды сіз мысалы бауырыңызды емдеу үшін тек қана бауырдың дәрісін ішіп жатсаңыз, мына жақта ол бауырдың дәрісінің остатықтары барлығы сіздің клеткаңызға токсин болып қалып, және у болып қалып жатыр да. И бір күні сіздің тағы да қай жеріңіз ауырады, бір күні тағы да бір жерінен опухоль шығады. Почему? Потому что сіздің бүкіл денеңізде блоктар толып тұр. Сізде бір ғана блок емес, сізде бір ғана травма емес, сізде бір ғана обида емес, сізде бір ғана қорқыныш емес, оның түрі өте көп, шексіз. Потому что әр ситуациядан алған әсерлеріңіз, әр ситуацияда болған эмоция бәрі біздің денемізде сақталып тұр. Себебі біздің физикалық денеміз 80% судан тұрады, және бірнеше миллиондаған клеткалардан тұрады. Ал клетканың өзі де ақпарат сақтайды. Клетка жаңарады, және клетка өледі. Демек, клетка жаңаратын болса, демек ми арқылы, мидың әсері арқылы клеткаларды жаңартып, басқа жаңа өмір сүруге болады. Ал сіздің миыңыз арқылы клетка жаңарған кезде, сіздің бүкіл ағзаңыз жаңарады. Сіздің бүкіл ағзаңыз жаңарған кезде, сіз естественно басқа өмірді сүре бастайсыз. Более көңілді, сенімді, ғаламға сенімді, адамдарға сенім, махаббатпен сондай өмірді сүре бастайсыздар. Не үшін менде 50.000 теңгеге 50.000 теңгеге 3 күн сеанс деген ешқашан болмаған, және 50.000 теңгеге 3 күн сеанс және практикалық жұмыстар және энергияны көтеру, барлық органдарды емдеу деген менде бұрын ондай жеңілдіктер болмаған. Бұны жасап атқан себебім көп адамдарға көмектескім келеді. Өте көп. Мысалы, сіз қараңыз, өзіңізге құйған инвестициясы, сіз бұл 3 күннің өзінде сіз бүкіл эмоцияңызды барлық сақталған органдардан и клеткаларды өзіңіздің миыңызға жаңа программа қондыру арқылы, өзіңіздің миыңызға трансформация жасау арқылы өзгеріс енгіземіз. Неге? Менің бір энергетикамнан адамдардың өмірі өзгереді. Өйткені энергия өзгерген кезде, энергияны мен бүкіл программалардың барлығын алып жойып тастағаннан кейін, адамда жаңа программа қалыптаса бастайды. Өйткені менің жасаған сеанстарым қалай жүреді? Мен адамның энергиясын оқи отырып, сканерлеп отырып, оған диагностика жасап отырып, және олардың энергетикалық деңгейде жойылуын жасаймын. Ал энергетикалық деңгейде сіздің блоктарыңыздың барлығы жойылғаннан кейін, барлық ауру, кез келген ауру бір кездерде сіздің денеңізде қалып кеткен эмоциялар, ауыр жағдайлар. Не үшін қазір барлық әлем бойынша жақсы ойлау керек, позитивпен жүру керек, позитивті сөздер айту керек, жақсы әрекет жасау керек, ғайбат айтуға болмайды, жамандауға болмайды, аузыңнан жақсы сөз шығу керек деп айтады. Өйткені біз
өзіміздің миымыздың структурасын, миымыздағы системаны, программаны, әрбір жасалған ДНК-ның программасын өзгерте аламыз өзіміз. Бұрын бұл нәрсені ешкім айтқан жоқ. Бұны француз ғалымдары, ағылшын ғалымдары, неміс ғалымдары зерттеген. Оны былай зерттеген. Адамның бір клеткасын алып, сол бір клетканы 4 ыдысқа бөліп салған. Бірақ 4 ыдысқа бөліп салған клеткаларды әртүрлі ортаға салған. Бір клеткаға тек қана медитативный сөздер, жақсы сөздер қойған, ал бір клетка тұрған жерге тек қана негатив, ауыр сөздер қойған. Тағы да бір клеткаға тағы да сондай, сөйтіп 4 клетканы 4 тарелкаға салып, олар өсірген. Сонда 2 айдан кейін ол клеткаларда жаңа органдар пайда болған. Демек, біздің әрбір клеткамызда жазылған программалардың барлығы біздің қоршаған ортаның, ата-ананың, тағы да басқа, нелер бар? Сенім, нанымдар бар. Демек, біздің қоршаған ортамыздың әсері біздің әрбір клеткамызға жазылып жатқан программа. Ал ол программаны өзгерту сіздің өзіңіздің қолыңызда. Енді қараңыз, жертва деген ол қайдан шықты? Жертва деген бұрын бізде қалай айтатын? Бір адам ауырса, бұрын біз рак деген ауруды бір 10 жылда, 20 жылда бір еститіміз. Қазір рак деген грипп сияқты. Өте көп. Потому что рак қайдан пайда болады? Ол да өкпе реніш, қорқыныш, чувство вины, чувство апатии, өзін кінәлі сезіну, өзін айыптау, өзін жек көру, өзін басқа біреумен салыстыру, төмен санау, өзінің потогында болмау, өзінің ішкі әлеммен үйлесімде болмау, соның барлығы адамның өміріне теріс әсер етеді. Өйткені сіздің денеңізде сіз ғана емессіз. Сіздің денеңізде, сіздің ойыңызда, сіздің әрбір сөзіңізде, сіздің әрбір эмоцияңызда сіздікі емес оның барлығы. Барлық адамда сондай. Себебі сіз оның барлығын 0 жастан бастап программалап алдыңыз. Сіздің клеткаңыз соған бейімделіп кетті, жаттап алды. Кәдімгідей программаланып кетті, бағдарламаланып кетті. Сіздің әрбір миыңыздың қыртысында, әрбір денеңіздің қыртысында, әрбір ішкі органдарыңызда, ішек құрылысыңызда, асқазанда, бауырда, жүрек, бүйрек барлығында негативті программалар бар. Олардың түрі өте көп. Жаңағы айтып кеткен, эмоциялардың түрі, негативті эмоциялардың түрі 100-ден асады. 100-ден аса эмоцияның түрі бар. Байқалатын, байқалмайтын, белгілі, белгісіз. Оның барлығы біздің денемізде сақталып қалды. Енді сонымен біз өзіміздің сенім нанымдарымызды және өзіміздің әрекетімізді дұрыстай отырып, өзіміздің генетикамызды дұрыстай аламыз. Бұрын бізде не деп айтты? Ой, ол тұқым қалайтын, ол біздің тұқымымызда сондай бар, оны өзгертуге болмайды, болды, ол тұқыммен келген ғой деп айтатын, болды, ол тұқым қалап кетті, ол тұқыммен келген, солай болып қалу керек болды деп айтатын. Жоқ, олай емес. Ол нәрсе бұрынғы адамдарды, бұрынғы советтік кездегі адамдарды жертва состояниесінде ұстаудың позициясы. Ол адам енді ойлайды, тектен келген ауру жазылмайды, ол сүйекке біткен ғой, қанмен біткен дейді. Өзгертуге болады. Өйткені қанның құрамын сіз дұрыс тамақтану арқылы өзгерте аласыз. Ал сіз энергияңызбен клеткаңызды өзіңіздің миыңыздағы қондырғы сөздер мен миыңыздағы шектеп тұрған установкаларды өзгерту арқылы сіз өзіңіздің генетикаңызды өзгерте аласыз. Енді қараңыз, сол бұрынғы ескі сенім нанымдармен жүрген адамдар, олар ешкімге сенбейді. Олар үшін адамдардың барлығы алаяқ. Олар үшін ауру жазылмайды. Олар үшін барлығы хронический ауру. Жазылмайды, болды, өздерін жертва қылып сөйтіп жүреді. Енді өзіңіздің осы состояниеңізде қазір, маған жазатын адамдардың барлығында қорқыныш бар. Барлығында бар қорқыныш, апатия,
ұйықтамайды, жаңағы ұйқысыздық, түн ұйқысы тыныш емес, өзін жайсыз сезінеді. Не үшін? Потому что сіздің миыңыздағы негативті программалар сіздің денеңізге тыныштық бермей тұр. Сіздің денеңізге тыныштық орнаған кезде, сол кезде сіздің ұйқыңыз тынышталады. Ал денеңізге тыныштық орнататын ол ми. Ал мидағы установкалар мен мидағы шектеуші ұстанымдар, олар өте тереңде жатыр. Сіз оны ойламаңыз. Бұлай қалай өзім бүйтіп өзгерте аламын деп. Әр адам өз өзгерте алады, бірақ оны алып шығатын, білетін, түсінетін және оқи алатын немесе көмектесе алатын жақсы маман болса. Енді неліктен осындай терең практикалардан кейін, мен даже осы практиканы просто 2 күнге, 3 күнге бөліп жасап көрдім. Прям нәтижелері өте керемет болды. Содан мен тағы да зерттей бастадым. Қалай болады сонда? Мына жердің мен оқығандарым көп, қазірдің өзінде терең білімдер алып жатырмын шет елден. Шынымен де көмектескім келеді. Өйткені мен неге бұндай адамдардың, оказывается, адамға Құдай өзі бір белгіні береді екен. Мен анам қайтыс болды ғой, сол кезде мен ойлайтынмын, сонда қалай біз ешқайсымыз біз анамызға көмектесе алмай қалдық? Неужели сонда бір жазылатын бір нәрсе жоқ па деп сонда ойлағам. Содан мен басталды 2013 жылдан бері қарай мен осы ізденістемін, білім алудамын. Мені өзімді табуға жетелеген сол нәрсе негізінде. Содан мен өзімнің бойымдағы программаларды мамамдікі екенін байқай бастадым. Әрбір сөзім мамамдікі, әрбір әрекетім мамамдікі, өмірімде болып жатқан кәдімгі ситуациялардың бәрі мамамдікі. Содан мен не істедім? Содан мен ізденіп, білім алып, өзімді дамытып, барлығын өзгертуге болатынына қазір көзім жетіп отыр. Өйткені сіз өзіңіздің адамның ішінде өте керемет, ғажайып күш бар, энергия бар. Мысалы, оның бір дәлелі қараңыздар. Мысалы, адамның сүйегі сынады, или бір травма алады, или бір жерін кесіп алады, бірақ сіз кесіп алған нәрсені және сүйек сынған нәрсені күніге қарап отырып, ол қалай бітіп жатыр деп лупамен немесе микроскоппен қарап отырған жоқсыз. Сүйек өзі бітіп жатыр, тері өзі жазылып жатыр. Демек, ол нені білдіреді? Демек, сіздің өзіңіздің энергияңызда, өзіңіздің бойыңызда, өзіңізді емдейтін, өзіңізді программалайтын өте үлкен күш бар. Осы нәрсеге сенген кезде сіздің өміріңіз түбегейлі өзгереді. Мен сізге сеанста өзіңіздің осындай өзіңізбен болатын және өзіңіздің үлкен потогыңызбен біріктіремін. Ол потокта өзіңіздің шығармашылығыңыз артады, өзіңіз емдеуіңіз артады, өзіңізге терең түсініп келетін поток ашылады, молшылықта өмір сүру потогы ашылады, тегіңізбен байланысу, тегіңізден ресурс алу, тегіңізбен байланысу. Өйткені барлық біз жақсы ресурстарды, жаманын да жақсысын да біз тектен аламыз негізінде. Жақсысын да аламыз, жаманын да аламыз. Сол үшін энергетическада, энергосеанстарда, трансформациялық ойындарда мен адамдарға тек қана тегінен ресурс пен махаббатты ғана алуды үйретемін. Тек қана. Ал сізде қазір тегіңіздің бүкіл негативті программаларының бәрі қосылып тұр. Бәрі түгел. Жақсысы да жаманы да қосылып тұр. Сіз оларды ажырата алып тұрған жоқсыз. Қайсы сіздікі, қайсы басқа біреудікі вообще, ойлаған ойыңыз, сөзіңіз барлығы сіздікі емес. Сеанстан кейін сіз көзіңіз ашылады, мен сізге үйретемін қалай өзіңіздің сөзіңізді, ойыңызды, эмоцияңызды және әрекетіңізді өзгерту керек және қалай басқарасыз, соны үйретемін. Бұндай жеңілдік ешқашан болмаған. 3 күнге 50 000 теңге деген ешқашан болмаған. Сол үшін мен біртіндеп жасайтынмын 50 000 теңгеге. 50 000 теңге деген ол просто групповая энергетическа болатын, бір ғана сеанс болатын. Сосын мен зерттеп өзіме анализ жасап, жұмысыма анализ жасап, жан-жақтан ізденіп, қазір мен оқып жатырмын.
тағы да тереңірек адамның биологиясын емдейтін, адамның физиологиясын зерттейтін, және адамның генетикалық программалар адамға қалай әсер етеді, тереңірек қазір зерттеп, тереңірек білім алып жатырмын. Сондықтан да мен көп адамдардың, массовый адамдардың өздерінің өмірлерін өзгерткенін қалаймын. Потому что бұл сеанста кәдімгідей өзіңіздің тап-таза, ешкімнің программасы жоқ адам қылып шығарамын сізді. Ешқандай программа жоқ адам қылып шығарамын. Так, жақында энергия тазарту өткен. Түсінбедім. Мына бір сөзіңіз оқылмай тұр. Маған тағы да өтуге бола ма? Иә, болады. Бола береді, қыздар. Потому что программа деген, адамның энергиясы деген, ол бір ғана слой қағаздың бір беті сияқты емес. Адамның энергиясы мынандай орбита тәрізді болады, мынандай болады. Адамды қоршап тұратын энергия болады. Адамды мынандай орбита тәрізді қоршап тұратын энергия болады. Адамды мынандай көлденеңнен қоршап тұратын энергия болады. Энергияның қабаттары өте көп. Энергия ол бір бет қағаз ғана емес, ол бүйтіп алып, бүйтіп айна сүрткенде тазарта салады, ондай емес. Энергияның қабаттары, слойлары өте көп болады. Сіз бір энергетическадан өттіңіз, келесі бір айдан кейін тағы да өтсеңіз, келесі басқа программалар шығады. Саламатсыз ба? Енді қандай сұрақтарыңыз бар? Кім менен өтті және қандай нәтиже көріп жатырсыздар? Менен өткен қыз келіншектерде өте жақсы результаттар болып жатыр екен. Саламатсыз ба? Жүректі жаралар қалай емдесек болады? Просто так. Келіңіз сеансқа. Просто так үйренесіз. Мен сізге өте жоғары деңгейде білім берем, тазартам. Менің сеанстарым қалай жүреді? Менің сеанстарым. Заодно білім аласыз, заодно тазарасыз. И менің сеансына келгенге көп адамдар біраз уақытқа дейін оның бәрін переваривать ете алмай жүреді. Потому что үлкен поток энергияны, үлкен поток білімді берем. Алдында бір ер адам келіп еді, сол айтады, мен сіздің айтқандарыңызды әлі қорыта алмай жатырмын дейді. Мен өте жоғарғы санадағы информациялар берем. Сонда сізде ақырындап трансформация болады, осознанность келеді. Не үшін қыздар айтады, Динара ханым, сіздің сеансыңыздан кейін шай ішіп отқан жерімдегі ыдыстарымның даже қандай ыдыспен шай ішіп жүргенді байқамаппын ғой дейді. Потому что адам осы моментте өмір сүріп бастайды. Өзінің потогында болады, жүрек тынышталады, өзінікін тапты, все. Мынау сырттағы бөтен программаның бәрін тазартып тастаймыз, и өзіңіз ғана қаласыз, өзіңіздің шындығыңызбен қаласыз. Квантовый скачок деген сол. Квантовый скачок деген ол не? Квантовый скачок деген ол кванттық физикадағы сананың энергетикалық кеңеюі. Сана ол көзге көрінбейді. Сана ол энергия, ол жоғарғы поток, ол соны сол кеңейеді, сөйтеді, жоғарыдан келетін информацияларды дұрыс қабылдай бастайды, дұрыс түсіне бастайды да, и өзінің өмірін жақсы қалыпқа келтіре бастайды. Потому что өзінің шындығы, өзінің миссиясын таба бастайды. Не үшін адамдардың бәрі қазір менің сүйіктісім қандай, айтып бересіз ба деп бәрі сөйтіп жүр. Энергетическадан кейін өзіңіздің шығармашылық энергияңызды арттырамыз, ашамыз шығармашылық энергияңызды. Сол кезде шығармашылық энергияңызды ашқаннан кейін сізге өзіңізге ұнайтын ішкі потенциалыңыз іске қосылады. Ішкі потенциал ол энергия. Энергия көтеріледі жоғары, и сізге жақсы идеялар келе бастайды. Сол өзіңіздің ісіңіз табасыз. Менде маған келген көптеген қыз келіншектер, мен санын білмеймін қанша екен, санаған жоқпын, бірақ өте көп өзгерістер болып жатқан. Жұмыстан повышение болады, или болмаса өзінің сүйіктісін табады, курс оқиды, тағы да басқа өзінің сүйікті ісіне байланысты жаңағы, тігінші, визажист, тағы да басқа сондай курстар оқиды, дамиды, жолы ашылады. Жолы ашылу деген сол. Ал көп адамдарды мен байқаймын, көп адамдар маған жазады, дайректке жазады, WhatsApp-қа жазады. Енді запросыңызды айтыңыз десең, олар айтады, мен сізден энергетическадан өтсем, қарызымның бәрін жауып тастайын ба дейді.
Көрдіңіз бе? Ол не деген сөз? Ол адамның санасы өте кішкентай деген сөз. Ол адам әлі де ескі программамен мынаяқта жан не болып жатыр, мынаяқта тән не болып жатыр, мынаяқта не болып жатыр жалпы, генетика не болып жатыр, программа қандай болып жатыр, шаруасы жоқ. Тек қана кредит жапсам болды дейді. Қыздар, пожалуйста, ер жігіттер, саяз ойламаңыздар, бір күндік нәрсені ойламаңыздар. Сіз тірісіз ба, значит, ол кредит те жабылады, ол қарыз да жабылады. Рано или поздно все равно жабасыз. Просто сіз қазір энергияңызды тазартып, энергиямен жұмыс жасап, өзіңіздің ішкі шындығыңызға қосылыңызшы, пожалуйста. Өзіңіздің ішкі энергияңызға қосылыңызшы, сол кезде сізге просто ақша келеді. Потому что сізде энергия дұрыс емес қой. Сіздің денеңіз қазір энергияны қабылдай алмай тұр ғой. Ақша ол энергияға келеді. Ақша ол расслаблениеге келеді. Ал күндіз түні шауып, күндіз түні жаңағы не болса соны айтып қойып, қалай болса солай өмір сүріп жүрсеңіз, ол кредит өдемесе азаймайды. Түсініп тұрсыз ба? Бір реттік ғана нәрсемен шектемеңіздер өздеріңізді. Иә? Осы нәрсені жасап алсам, болды, одан кейін қалған көрер тармыз деп өмір сүрмеңіздер. Потому что сіздер ондай нәрсе үшін өмірге келген жоқсыздар. Сіздер өзіңіздің ішкі шындығыңызды тауып, Алламен толықтай байланысып, өмірге, әлемге, ғаламға жақсы нәрсе беруге келдіңіз, жерге, ғаламға, жақсы энергия таратуға келдіңіздер. Мен бүгін соны айтуға шықтым, әдейілеп шықтым. Өйткені қанша маған күнде жазады мен білмеймін, өте көп количество адамдар бәрі тек қана ақшаға байланысып қалған. Бүгін эфирге қатысыңыздар, бүгін сағат 5-те эфир болады деп барлығына рассылка жасасам, бәрі жазды, эфир тегін ба дейді. Құдай-ау, тегін ғой, тегін эфир. Алдыңғы жасаған эфирлерді тыңдамағансыздар ғой. Кеше опрос жасасам, алдыңғы эфирлерді тыңдамағансыздарға қандай керемет информациялар айтып жүрмін эфирде. Неге тыңдамайсыздар? Ютубта да бар, Инстаграмда да бар. Тыңдаңыздар. Потому что сіз тыңдап, замедляция етпесеңіз, сіз айналадағы негативті болып жатқан нәрсеге ілесіп кетесіздер. Когда өз-өзіңізбен болмаған кезде, бір жерде бірдеңе болыпты десінші, деп кетесіздер ғой. Иә? Ол не деген сөз? Манипуляцияға тез берілесіз, потому что сіздің санаңыз, ойыңыз, миыңыз бәрі сыртта. Сыртта не болады, сіз соны резко қабылдап аласыз. Бітті. Сонымен ми оны қабылдап алады да, сізге өміріңізге сондай нәрселер әкеп бере береді. Осы айтылып жатқан нәрсенің барлығы сіздерге үлкен өзгеріс әкеледі. Қандай сұрақтарыңыз бар? Үлкен поток энергия келіп тұр, тек жауапкершілік алып игеру ғана қалды маған дейді. Так, мен энергетическадан өттім дейді. Жүрегім тыныш, үлкен түсініктер келіп жатыр, жарайсыз. Так, кім өзінің нәтижесімен бөліседі? Сенат бөлсес па, сіздің жауабыңыз маған ұнап тұр. Қазір. Екен. Қашан өтіпті? Мен барлық клиенттердің есімде сақтай бермеймін. Қашан өтті? Так. Саламатсыз ба, қайырлы күн. Саламатсыз ба, Сенат? Қайырлы күн. Ал. Қайырлы күн, қалайсыз? Жақсы. Сізді көріп қалым ғой. Түріңіз күшті болып тұр ғой, прям. Рахмет. Дұрыс көрініп тұрмын. Өзіңіз таныстырып өтіңіз. Қай қаладан боласыз, жасыңыз нешеде? Менің жасым 26. Айта берейін бе? Кішкене қобалжып тұрмын. Қобалжымаңыз. Тесвай. Бәрі өзіңіз. Жасым 26-да, 3 баланың анасымын. Алматы қаласынан боламын. Осыдан мен ноябрьде өттім ба? Жоқ, октябрьде өттім сізде. Октябрьде бірінші энергетическадан өткен болатынмын. Ол кезде... Қандай запроспен келдіңіз? Менде ма?
Өзіме сенімділігім жоқ, қорқынышым өте көп болды. Өзіме сенімділігім аз болды. Еще мен ажырасып жатқан не болдым. Күйеуіммен ажырасып жатқан периодта болдым. Сондай периодта болдым. Күйеуімді қимаймын, бірақ ажырасып жатырмын. Білмеймін мен неге ажырасып жатқанымды өзім де білмеймін. Потому что адамдардың айтқанымен, өзімнің программам емес та, адамдардың айтқанымен жүріп кеткен сол кезде. Еще менде 2024 жыл менде кішкене ауырлау сынақтар болды. Солай болды, авария болдым. И ол жерде миымда тыныш болған жоқ, ойымда тыныш болған жоқ. Сол себепті авария болдым. Сол қатты ауыр жағдай болды 2024 жылы. Сосын сізге осындай немен тестқа келген болатынмын. Осындай ауыр запростармен. Тесткадан өттім. Сосын сіз берген тапсырмаларды жазып жүрдім. Тапсырмаларымды жазғаннан кейін өзім күшті болып қуанып қалдым ше. Қуанып, өз-өзімнен қуанып, бұрындары қуанатынмын, бірақ андай өзімді өзім сезінбейтінмін. Сондай болғам. Сосын өзімді сосын қалай айтсам болады. Денелерім шашап тұрды, бірақ өзім эмоцияларым көтеріліп тұрды, қуанып тұрмын, бірақ денем шашап тұрды. Сосын массажистқа бардым. Денеме массаж жасау арқылы өзім ішімдегін шығардым, и трансформация жасадым. Солай уже арғай ішім жүре бастады. Бір 15 күн қап-қара, прям қап-қара ішім 15 күнге дейін жүрді. Сол кезде уже өз-өзімді не істей бастадым, басқара бастадым, Құдайға тапсыра бастадым. Әрбір іс-әрекетімнен уайымдамай, күнделікті таңертең оянсам уайымдап бұрын сөйтіп тұратынмын ғой. Бүгін жұмысым қалай болады, бүгін бала-шағам қалай болады, бүгін қарызға кіріп кетпеймін ба, арендамды қалай төлеймін дегендей, сондай қатты, сондай стресста жүргем. Ал қазір бір қарыз болса да, қарыз мені басып тұрса да, басқа негатив адамдар, көре алмаушылықтар, көре алмайтын адамдар көп болып тұрса да, мені қанша сатып кетіп тұрса да, андай жүрегім тыныш. Солай болдым. Жүрегім тыныш. Уайымдамаймын да. Болды, қарыз қайтады ғой дегендей ше. Жұмысым жүреді ғой. Білмеймін неге уайымдамайтын, өзім білмеймін, сондай бір күшті нелерге батыр. Жолдасыңызбен қосылдыңыз ба? Жолдасыммен қосылдым, Жолдасыммен қосылдым, бірге шекара орнаттық. Қазір бөлек тұрып жатырмыз, бұрын ата-енеммен бірге тұрған болатынмын. Қазір бөлек тұрып жатырмыз. Сразу чисткадан кейін бөлек шықтыңыздар ма? Энергочисткадан кейін бөлек шықтым. Бөлек тұрғанымызға уже бір 15 күндей ғана болды. Енді алдынан бері күйеуімнің қасына келе салуыма болатын еді, бірақ андай өзім кішкене өз-өзіме келіп алайыншы, трансформация жасайын, өзімен жұмыс жасайын. Чуть-чуть болса да өзіме келіп алғаннан кейін күйеуім қасына келдім сосын. Тағы бір сұрақ қояйын сізге. Осы өміріңізде болып жатқан қиындықтың бәрін сізге біреу әкеп берді ма? Қиындықтарды или өзіңіз жасадыңыз ба? Қиындықтың шешімі қайда екен сонымен? Қиындықтың шешімі барлығы анамның программасы және әкем программасында екен. Соны түсіндім. Тек өз-өзіме ғана зиян жасаппын осы күнге дейін. Басқа ешкім, күйеуімде, ата-енемде, бауырларымда, ата-анам болсын, ешкім маған зиян келтірмеген. Тек өз-өзіме ғана зиян жасаған. Солай. Ал анаңыздың программасы екенін қалай білдіңіз? Анам программасы екен. Өзім анам жаққа барып тұрдым. Күйеумен ажырасам деп, мама папа жаққа Құдайдың Алланың бұйырғаны ма, білмеймін. Алла тағала маған солай көрсетіп тұр ма, мама папам жаққа бардым. Мамамның айтқан каждый сөздері, папамен өзінің қарым-қатынастары, өздері қалай бірге, мысалы, ұрсысып жатса да, татуласып жатса да, қалай мен мамам программасы қайталап кеткен ғой. Соны
байқадыңыз иә барған соны кезде? байқадым. Иә, соны өзімді зерттей бастағанда, трансформация жасай бастағанда уже мен каждый сөйлеген сөзім, ойлаған ойым, іс әрекеттерім бәрі мамамдікі екенін байқадым. Сонымен Сосын бұл менікі емес. Сонымен тоқтаттым, бұл менікі емес дедім. Мамам программасын қайталамаймын дедім. В общем, солай. Молодец, қуаныштымын, күшті, супер. Рахмет, Плюс бір рахмет. семья аман, плюс бір семья Қазақстанда бүтін қалды. Қуаныштымын өте. Тағы бір Мен нәрсе есіме түсіп отыр. айтқанмын еше сізге, иә, по-моему, мен сізге айтқанмын, иә, шатаспасам, ажыраспаңыз деп айттым, иә, по-моему, сіз ажыраспаңыз деген жоқсыз, бірақ артын күтіңіз дедіңіз. Болса болады, болмаса болмайды деген. Артын күтіңіз дедіңіз. Сосын мен 2 ай болды, о кезде не істеп тастағанмын, ажырасуға арыз беріп тастағанмын. Арыз бердім. Сол кезде өзімнің жүрегім қимайтынын түсіндім. Өз отбасымды жүрегім қимайтынын түсіндім. Өз отбасыммен негізімен бақытты болып, бала шағамды жақсылап тәрбиелеп, жақсылап не істеп, күйеуіммен жақсы болған, негіз оны өзімнің нем екен. Қалай айтсам болады? Солай екен. Өзімнің қалай айтсам болады? Айта алмай жатырмын. Өзімнің арманым сол екен негізі, мақсатым сол екен. Соны түсіндім. Көрдіңіз ба? Соны тазарудан кейін қанша күнде өзіңізге келдіңіз? Тазаруда мен сізді білемін, сіз қатты жыладыңыз, сеанстың соңына дейін отыра алмадыңыз. Мен сізге, сіз сеанстан шығып кетіп отырдыңыз, мен все равно мен тоқтамай сізді тазарта бердім, иә, по-моему, есімде. Сосын тазарудан кейін қанша күнде өзіңізге келдіңіз, энергияңыз қанша күнде толуға бастады? 4 күннен, 5 күннен кейін десем болады. 5 күнге дейін, потому что мен қатты әлсіреп жүрдім. Көп ұйықтап қала беретін болдым. Андай сөйлегеннен де қорқатын болдым. Аяқ астынан бір ашуланып қалсам, өзіме ашуланып қалсам, мынандай 2 қолым бар ғой, мына шынтақ дейді. Осыдан төмен қарай, тізеден төмен қарай уже аяқ қолым жоқ сияқты, сондай сезімде болдым. Значит, бүкіл эмоцияңыздың бәрі сонда сақталып қалған ғой, агрессияның бәрі. Энергочисткадан кейін, негізі, достар, энергочисткадан кейін біраз уақыт адамда тазару жүреді. Энергетикалық деңгейде тазарғаннан кейін, физикалық деңгейде адамда чистка жүреді. Бүкіл ішек құрылысы, барлық органдар, барлық тазара бастайды. Токсиндер кетеді, ауыр металдар кетеді, солай болады. Так. Синат шығып кетті. Жарайды, Синат, сізге алғыс айтам. Эфирге қосылып, өзіңіздің жетістіктеріңізбен, өзіңізде болған ерекшеліктермен бөліскеніңіз үшін сізге алғыс айтам. Міне қыздар, осындай терең трансформация жүреді. Кәдімгідей, сосын онлайн терапияға, онлайн энергочисткаға сенбейтін адамдарға айтатыным. Жандарым, адамның бүкіл денесі, адамның бүкіл структурасы, жаратылысы, барлығы 99% энергиядан тұрады. Біз еш нәрсе емеспіз, біз энергиямыз, просто біз 1% қана материямыз. Енді ойлай беріңіз, сіз қандай энергиясыз? Ішіңізде, сол энергияның ішінде сіз сосуд болу керексіз. Жермен көкті байланыстырып тұратын сосуд болу керексіз. Сіз қаншалықты көкпен байланысқансыз, қаншалықты жермен байланысқансыз. Адам қаншалықты жермен байланысқан болса, ол адамда молшылық, жетістік, керемет үйлесімділік, жеңіл өмір, мықты денсаулық бәрі болады. Өйткені біз жер ананың қойнауынан барлығын аламыз. Өйткені жердің өзі адамда трансформациялаушы. Ол трансформациялаушы деп айтатын себебім, енді қараңыздар, жай ғана қарапайым мысал. Күзде жапырақ түсті, күзде жапырақ түсті. 1-2 айдан кейін қарасаңыз, жапырақтың барлығы шіріп жерге сіңіп кетті. Жаңбыр жауды, қар жауды, өзімен жерге сіңіп кетті. Ал көктемде қайтадан ағаштың барлығы қайтадан бүршік атып, қайтадан тіршілігін жалғастырды.
демек табиғат жаңарады, жер бізді жаңартады, яғни сізде табиғаттың бір бөлшегісіз. Адамның әрбір органында, адамның әрбір жасушасында қанша стихия бар, сол стихияның барлығы біздің ішімізде бар. Өйткені бүйрек, бауыр, жүрек, көкбауыр, тағы да сондай органдар өздерінің энергетикалық стихиялары бар. Мысалы бүйрек ол стихия су. Өйткені бүйрек ағзадағы барлық суларды, барлық суды не істейді? Өңдеп, фильтрлеп тасымалдайды, қуыққа тасымалдайды. Ал су ол не? Тазартушы ғой. Біз сумен не істейміз? Жуынамыз, сумен не істейміз? Суғарамыз, Міне осылай әр органның өзінің жауап беретін қызметі бар. Әр орган бізге қызмет етеді, Ал әр органда не бар? Өзінің стихиясы бар. От, су, жел, жер, ағаш, осылай. Зинат, рахмет сізге көп-көп. Бөліскеніңізге рахмет. Өте ризамын. Сізге сондай өзіңіздің өміріңіздің жауапкершілігін алып, ешкімді кінәламай, менің айтқан сөздерімнің барлығына құлақ салып, менің айтқан сөздерім барлығын, менің берген тапсырмаларымды, берген ұсыныстарымның барлығын орындап, өзіңізден нәтиже шығарғаныңыз үшін мен сізге өте қуаныштымын. Өйткені адам қашан өзін өзгертуге шешім қабылдамайынша, ол адамды ешкім өзгерте алмайды. Өйткені үлкен адамның өміріне, үлкен адамды өзгертуге ешкімнің құқығы жоқ. Таңдауды адам өзі жасайды. Бағана бір жақсы теманы айтып жатыр едім ғой, генетиканы өзгертуге болады деген. Генетиканы сіз өзіңіздің әрекетіңізбен дәл осылай міне. Зинат не істеді? Анасы мен әкесінің қарым-қатынасының барлығын өзінде қайталап алды да. Әп-әдемі жолдасы бар, әп-әдемі ата-енесі бар. Бірақ бала кезінде не болды? Травма алды. Потому что ол нені көрді? Ата-анасының бірге тұрып жатыр, бірақ төбелеседі. Әкесі мен шешесі тату емес, Соны бала кезде көрді, и ол қалай ойлап тұр? Махаббат деген, семья деген, значит, сондай болады. Бұзылады, қайттан қосылады. Бұзылады, қайттан қосылады. Яғни таяқ жеуге болады, яғни төбелесуге болады, яғни ұруға болады деген сияқты, көрдіңіз ба? Бала кезінде соны көрді, соны программалап алды. Көрдіңіз ба? Ол өміріне қалай теріс әсер етті. Көрдіңіз ба, сіз энергетикада ешқандай сізге проработка деген нәрсе, басқа біртіндеп проработка деген керек емес. Барасыз, маған келесіз, мен сізге барлығын сканерлеп отырып, сізге проработка жасаймын. Сразу, на автомате. Потому что бұл нәрсе өзімнің бойымда болды, бұл нәрсе менің өзімнің ішімнен шыққан қабілет, бұл нәрсе, мен көп нәрсені терең өзімнен өзім түсіндім. Өзімнен өзім маған сондай терең түсініп келді. Демек, менің ішімде сондай өткен өмірлерден қалған сондай терең білім болып тұр. Көрдіңіз ба? Әр адамның ішінде сондай үлкен сандық, қазына, дарындылық, талант бар. Сіз сол өзіңіздің ішкі энергияңызға қосылған кезде, сол ішкі талант, дарыныңызды сезесіз, түсінесіз, өмірде қолдана бастайсыз. Міне осылай. Тағы да бір нәрсе айтайын деп отыр едім, есімнен шығып қалды. Бір келіншек маған жазыпты. Мен энергетикадан өттім дейді, бірақ энергетикадан басқа адамнан өткен, мен білмеймін. Ол жақта ол кісіге тек қана айтыпты, энергияңызды тазартып береміз, болды, психологқа барып, қайттан трансформациядан проработка жасайсыз, негативный установкалармен, убеждениялармен деп. Ал менің сеанстарымда сіз бірден проработка жасайсыз, егер жеке сеанстар болса. Ал топтықпен де мен жасаймын. Топтықта да ертең 3 күндік сеанста өздеріңіз көресіздер. Менің алдыңғы жасаған 3 күндік медитациялық, кванттық медитациямен емдеген қыздарымда өте күшті нәтижелер болып жатыр.
қазір олардың өмірлерінде өздерін іздеу деген білім, жаңа желание, вообще армандай алмаған қыздар, арман дегеннің не екенін білмеген қыздар, сол 3 күндік қана, басында 2 күндік жасап жүрдім, одан кейін 3 күндік жасап жүрдім, 3 күндік қанша поток жасадым, көп, бірнеше поток жасадым. Сол қыздардың бәрінде жақсы өзгерістер бар. Енді бұл бағасы қазір небәрі 50 000 теңге. Бір күнде біз энергияны қалпына келтірем. Несін жазып қойдым ғой. Бірінші күні не болады, екінші күні не болады, үшінші күні не болады, жазып қойдым. Дәл солай өтеді. Қыздар, сіз 50 000 теңге емес, 500 000 теңгенің білімін аласыз. Потому что мен тазартқан кезде әр адамның энергиясын сканерлеп отырып, әр адамның блоктарын, негативный установкаларын барлығына сразу рекомендация бере отырып тазартам. Мен просто ала сап тыныш отырып өзім тазартып тастамаймын. Сізбен контактыда бола отырып тазартам. Жаңағы Зинаттың нәтижеге жеткені, мен эфирде айтқан, мен энергетическада айтқан барлық тапсырманы бұлжытпай орындаған. Мен ол тапсырманың барлығын потокта айтам, қыздар. Кімге қандай не жарайды, кімде қандай блок бар. Мысалы, біреуде тегімен отношениясы нормально, ал тек қана әке шешесінің ұстанымдарымен жұмыс жасау керек. Ал біреуіне тек қана әке шешесі жақсы қараған, әке шешесі жақсы қараған, тек қана бала кезіндегі жаңағы ата-анасының шектегені, ата-анасының травмасы, жаңағы тиран ата-ана болды, солардың программаларын өзгерту ғана. И энергиясын тазалау керек. Әртүрлі. Әр адамның программасы, әр адамның энергиясы, әр адамның ұстанымы әртүрлі болады. Бұл топтық тазартуда, қыздар, бірінші күні энергетическа болады, сосын мидағы негативный установкаларды жоямыз. Бірінші күні. Өте мощный практика болады. Екінші күнге не жаздым? Өйткені менде кванттық медитациялардың түрі көп қой. Екінші күнге тоже энерготерапия болады. И, по-моему, шығармашылық энергияны ашу. Стористе тұр, қыздар, қарасаңыздар, шығармашылық энергияны ашу, жермен байланысу. Пока сіз жермен дұрыс байланыспайынша, сізде изобилие болмайды. Потому что бүкіл трансформация бізде жерде болады. Ал сіз үнемі ойда, постоянно сіз өміріңіз оймен өтіп жатқан болса, сізде заземленность жоқ. Сол үшін де сізде благо жоқ. Сол үшін де сізде молшылық жоқ. Сол үшін де сізде тыныштық жоқ. Сол үшін де сізде сабырлық жоқ. Сол үшін сізде уайым бар. Сол үшін сізде проблема өте көп. Потому что мимен бүкіл пространстводағы негативтің барлығын өзіңіздің әрбір клеткаңызға, өзіңіздің генетикаңызға жазып жүрсіз. Сіз егерде өзіңіздің генетикалық программаларыңызды өзгертіп, жаңартпайынша, сізде жаңа өмір басталмайды. Сіздің қарым-қатынасыңызға, сіздің ақша салаңызға, сіздің денсаулығыңызға әсер ететін осы программалар бәрі энергетикалық. Энергияның ластануы программадан болады. Энергия өзінен өзі ластана салмайды. Сіз постоянно қорқып жүре беретін болсаңыз, қазір мен өліп қалатын сияқтымын деп қорқып жүретін болсаңыз, сізге өлім періштесі келеді. Кеңістік сізге өлім періштесін жібереді. Мына өлейін деп жатыр деп. Түсіндіңіз бе? Кеңістікте логика жоқ. Сіз қандай ойды волналармен шығарасыз, сондай ойдағы информациямен кеңістік сізге тура сондай оқиғаларды жібереді. Біз магнитпіз. Мына жерде қараңыздаршы. Мына жерде қараңыздар. Қорқыныш қайда жиналады? Қараңыздар, қорқыныш қайда жиналады? Өкпе-реніш қайда жиналады? Барлық программалар адамның осындай энергетикалық аурасында барлығы осылай лас болып тұрады. Содан не істейсіз? Мына қара энергиялар сіздің ішіңіздегі программаларға тиісіп тұрады да, сізге тура осы программасы бар, осы программаға тиісетін адамдардың әрекеттері әсер етіп тұрады. Не үшін адамдарға қараған кезде жыныңыз ұстап тұрады, ұрып тастағыңыз келіп тұрады, өзінен өзіңіз танымайтын адамда? Неге? Потому что сіздің ішіңізде сол адамның жасап тұрған әрекетінің программасы бар ішіңізде. Сол программаға сіз былай тиіп тұрсыз, ашып тұр. Программаға тидіңіз, боль бар мына жерде, мынау боль. Адамның әрекеті мына больге тиді, дың деп тоғырды. Сол кезде сіздің денеңізде не болды? Раздражение болды.
басыңыз ауырды, жүрегіңіз тарсылдады, ұйқыңыз келіп кетті, күшіңіз кетіп қалды. Не үшін? Потому что сіздің сол мына жердегі боль, мынау боль ғой. Боль ол сіздің денеңізде, ойыңызда, санаңызда, барлық органдарыңызда, клеткаңызда сақталып тұр. Түсіндіңіз ғой, иә? Мінекей, мына жерде қарасаңыз чакралар бар. Адамның бірінші чакрасы 8 көзде, одан кейін кіндіктен төмен, одан кейін 3-ші чакра, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші. Осы чакралардың блоктануы ол жермен байланыс орнамағаннан және осы чакралардың бойымен энергияның дұрыс қозғалмағандығынан. Осы чакралардың бойымен, бұл чакра деген ол Будда тілінен алған, ал былай айтқанда ол энергия ағыны, поток, энергия потогы. Ал о баста біз осы өмірге келген кезде сол потокпен туылдық. Ал біздің сол потоктан шығарып жүрген не? Бізді сол потоктан шығарып жүрген программалар. Ол кімнің программалары? Ол сіздікі емес. Ол мамаңыздікі, папаңыздікі. Одан қала берсе, сол мамаңыз бен папаңыз сол 0 жастан бастап, мамаңыздың ішінде болғаннан бастап, 6 күндігінен бастап жазылған программалар. И сол программалардың әсерінен сіз кеңістіктен дәл соған ұқсас программалар тартып, одан да көбейтіп алдыңыз осы күнге дейін. Енді қараңыз. Адамның энергетикалық полисі программалармен ластанғанда, адамның энергетикалық полисінде осындай негативті тіршілік иелері сіздің денеңізді, сіздің аура қабатыңызды иемденіп алады. Ал адамның осы жер бетіндегі ең таза, ең жоғары энергия ол адамдікі. Потому что адамда не бар? Адамда сана бар. Адамда не бар? Адамда даналық бар. Адамда не бар? Адамда выбор бар. Ал жануарда выбор жоқ. Жануарды қайда айтасаң, сонда жүреді. Сойсаң да өзі біледі, лақтырсаң да өзің білесің, ода выбор жоқ. Потому что ода жоғарғы сана жоқ, ода даналық жоқ. Ал адамның осындай таза энергиясына, жанына, осындай тіршілік иелері үйір болады. Ол қай кезде келеді? Программалардың миыңызда күннен күнге шырматылып, нығыздалып, тығыздалып, миыңыздың барлық қыртысын жаулап алып, сізді депрессияға, сізді апатияға, сізді өлімге итермелейді. Олар қосылып алған кезде адамдарды басқарады, ойын басқарады. Сен лайықсызсың, сен ешкім қарамайды, сені барлығы бағаламайды, сен ештеңеге тұрмайсың. Ты чё, сен құдайың да жоқ, сен ешкім жоқ, сен мен бармын сенде дейді. Адамның вибрациясы көтерілгенде бұл қара күштер адамға қосылмайды. Так, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды жазып отырыңыздар, сұрақтарыңызға жауап бере кетейін. Так, сап-сау адамның энергиясы, сап-сау адамның аурасы осындай нұрланып, тап-таза болып тұрады. Сап-сау энергиясы бүтін адам ауырмайды. Энергиясы бүтін адам өзін жертва жасамайды. Энергиясы бүтін адам ол өзін ешқашан қинамайды. Энергиясы бүтін адам қиыншылықта өмір сүрмейді. Потому что ол өзінің мына жерде тұрған жүректі көрдіңіздер ме? Мына жақтан поток алынады. Көрдіңіз бе? Жоғарыдан келген поток сіздің аяғыңыздың астымен жермен байланысып тұру керек. Сіз жерге мықтап ағаштың тамыры сияқты отырғызылу керексіз кәдімгідей. Ал сіз тек қана программамен өмір сүріп жүрген болсаңыз, жермен байланысып тұрған жоқсыз. Ал жермен байланысу дегеннің тағы да бірнеше оның ережелері бар, жермен байланысудың. Сіз ол үшін өте терең түсінік керек, ол үшін терең сананың жоғарылығы керек, сіз оны сезіну керексіз. Шартсыз махаббат деп айтады, бірақ шартсыз махаббатқа қалай жетеді? Шартсыз махаббат деген ол не? Оны қалай сезінеді? Шартсыз махаббат деген сіз жаңағы Зинат айтқандай, еш нәрсені уайымдамай, просто
өмір сүресіз. Ал қазір сіз бүкіл энергияңызды, бүкіл күшіңізді Құдай берген. Бәрін тек қана страданиямен өткізіп жүрсіз. Ал страдания өзіңіздікі емес. Егер де Зинат өзінің өмірінің жауапкершілігін алып, өзіне қарап, тазармағанда, ол да мамасының программасын дәл солай қайталайтын еді. Өмір бойы шешім қабылдай алмай, 50-ге келсе де таяқ жеп жүретін еді. Сондай адамдар бар, өкінішке орай. Не тастап кете алмайды, қимайды, тастап кетейін десе. Тастап кетсе, өзін ыңғайсыз сезінеді. Ұят дейді, анау тиранға жаны ашып тұрады, ұрып атса да, соғып атса тастай алмайды, қимайды. Потому что программа жібермейді. Потому что программа үзілген жоқ. Клетканың ішінде программа бар. Қайта-қайта бара береді, сондай. Не үшін қыз келіншектер бір қателігін қайта-қайта жасай береді? Не үшін? Потому что программа үзілмеді, программа тазармады ол. Ол программаны мойындамады ешкім. Сонда көрдіңіз ба, бұл бүгінгі эфирде өзіңіз түсінген болсаңыз, егер де сіз өзіңіздің өміріңізді өзіңіз өзгертпесеңіз, жауапкершілікті алмасаңыз, сіз сол программалардың жертвасы болып жүресіз. Жертва деген ол программаның құрсауынан, мидың сізге берген ақпаратынан шыға алмай жүретін, өзінікі ма, өзінікі емес па түсінбей жүретін адам. Жаңағы Зинаттың айтып отқан әрбір сөзінде мән бар. Ол айтты, ажырасайын деп жүрдім деді, бірақ жүрегім қимайды деді. Ал сонда ажырасайын деп жүрген программасы өзінікі емес, көрдіңіз ба? На самом деле ол тұрғысы келеді, бақытты болғысы келеді. Ал оны ажырасайын деп жүрген не? Оны программа ажырастырайын деп жүрген. Өйткені программада не бар? Ата-анасы жеткілікті махаббат бере алмады, немесе шамадан тыс берді. Ол да адамды құртады. Шамадан тыс махаббат беру баладағы махаббаттың балансы бұзылады. Баланс, бәр жерде баланс болу керек. Денсаулық, өмірдің барлық 8 баланстық шеңбері бар. Сол 8 баланстық шеңберді адам дұрыс қолданғанда, адамның өмірі балансқа келеді. Егер де осыны сіз өзіңіз жасай алсаңыз, өзіңіз жасай аласыз, ал өзіңіздің шамаңыз келмесе, мамандарға жүгінесіз. Шешімді адам өзі қабылдайды. Мен ешкімді настаивать етпеймін. Менің миссиям адамдардың санасын ашып, адамдардың бақытты болуына үлес қосу, көмектесу, адамдарды құтқару. Адамдардың жарқын өмірде өмір сүруіне үлес қосу, көмектесу менікі. Бұрын мен біртіндеп жасайтын, энергетиканы біртіндеп жасайтын. Группамен жасаған кезде, сен көп адамға жасаған кезде, менің өзім де рахаттанады екенмін. И адамдарда сондай потокпен адамдар бір ниет қойған кезде, бір өз-өзі жаңағы әр сөздің құдіреті бар ғой, әр әріптің вибрациясы бар ғой. Бірдей ниет етіп, бірдей потокта, бірдей әрекеттер жасаған кезде, үлкен бір потокта болады да қыздар, қатысушылар. И күшті өзгеріс болады. Тек қана қандай адамдарда жақсы өзгерістер болады? Кінәні, айыпты біреуден іздемегенде, және өзінің өміріне өзі жауапты екенін мойындағанда, және өзінің дәл қазіргі төмен состояниясын мойындағанда. Мойындау керек. Не үшін біз намаз оқығанда Аллаға менің күнәларымды кешірші деп айтамыз? Не үшін? Өйткені біздің әр ойымыз күнә. Бір адам туралы жаман ойладық, күнә жасадық. Өйткені ол адам Құдайдың жарқын нұры. Оның сыртындағы адамды жаман қылып көрсетіп тұратынның барлығы программа. Жақсы адам, жаман адам деген жоқ. Барлық адам нұрдан жаралды. Барлық адам Құдайдың энергиясынан жаралды. Тек қана денеде ғана. Ішкі жағында жан бар. Мынандай. Ішкі жағында адамның жаны бар. Сіздің әлеммен байланысыңыз қашан өзгереді? Сіздің әлеммен байланысыңыз, сіз осы ғаламен едино целый екеніңізді мойындағанда, және түсінгенде. Оны мен сізге энергетический
энергетикада айтамын, энергосеанста да айтып үйретемін, қалай болу керек. Өмірде өзіңізді қалай алып жүру керексіз, өмірде қалай нені қолданып, өзіңіз осы сәтте, осы моментте болуды мен сізге 3 күнде үйретемін. 1 күнде де үйрете аламын. 1 сеанста да үйрете аламын. Потому что Зинат жеке сеанс алған, жеке энергетический алған. 1 сеанс алды, 2 ай өткен бе, 3 ай өткен бе. Көрдіңіз ба? 1 ғана сеанс. Неге 1 ғана сеанс деп айтамын? Потому что 1 сеанстың өзінде мен сізге өте үлкен поток информация беремін. Санаңызды жарып жүретін информация беремін. Миыңызды жаратын информация беремін. Не үшін жылайсыз? Не үшін адам жылайды? Энергосеанста, энергетическада не үшін жылайды? Не үшін тазарудан кейін жылайды адамды? Потому что жүрек тазарады. Жүректе не бар? Жүректе қатыгездік бар, жүректе өкпе реніш бар, жүректе өзін қабылдамау бар, жүректе не бар? Басқа адамдарға деген жек көріш бар, жек көрініш бар, айыптау бар, кінәлау бар, басқа тағы да басқа жүректі жауып тастаған. Жүректе не жабады? Жүректі айналадағы әсерлер жабады, оқиғалар жабады. Біреуді алдап кетеді, біреуді алдады, біреуді тағы да бірдеңе. Оның барлық адамның өмірінде бекер болмайды. Алдау, арбау, зорлық, зомбылық, кездейсоқ өлім, апаттар, ешқайсысы бекерге болмайды. Барлығы адамның өзінің ойымен тартып алады. Мысалы, сіз бір оқиғаларды естідіңіз. Жер тайғақ екен, осындай бірнеше адам қайтыс болды деп естисіз. Бітті. Сізде миыңыз шық. Миыңыз сізге айтады: ойбай, далаға шығу, жол жүру опасно. Сіз бір кезде де оны ұмытып кетесіз. Ол түп санаға кетіп қалды уже программа. Бір кезде де сіз тағы да жолға шығатын кезде, жолға қарай шық, жолға қарайсыз. Сіздің есіңізге түседі. Ми сізге есіңізге түсіріп береді, потому что подсознание жатыр ол программа. Гололед опасно деген нәрсе. Содан сіз не істейсіз? Қорқа бастайсыз, уже аяқ қолыңыз дірілдейді, қорқа бастайсыз. Мен бармаймын десе, или же дәл сіз ойлағандай нәрсе болады. Көрдіңіз ба? Ойдың күші, сөздің күші, құдіреті бар. Әр әріптің вибрациясы бар. Өйткені қыздар, а деген әріптің өзі ең алғашқы осы әлемді жаратқан абсолюттік энергияның аты екен. Көрдіңіз ба? Әр органның өзінің дыбыстары бар. Әр органның өзінің түстері бар. Әр әріптің өзінің тербеліс жиілігі бар. Әр әріптің, әр сөздің. Негатив сөздердің тербеліс жиілігі төмен болады, позитив сөздердің тербеліс жиілігі жоғары болады. Міне осылай. Бүгінгі эфиріміз өте пайдалы болды деп ойлаймын. Осы нәрсемен терең бөліскім келді. 18-і, 19-і, 20-сы 3 күн терапиялық тазару, миға трансформация жасайтын, энергияны өзгертетін және клетканы жаңартатын, ДНК-ны жаңартатын 3 күндік тазаруға шақырам. Келіңіздер, потому что өте терең жұмыстар жасаймыз. Кәдімгідей энергосеанстың өзінде керемет вибрацияңыз көтереді. Потому что энергосеанста мен сіздің омыртқа жотаңыздың барлығын энергиясын тазартамын және оны тегістеймін, денені түзетемін, энергияны түзеймін. Сол кезде де сізде қараңыз, сізде қарасаңыз өте терең трансформация жүреді деп айтатыным. Энергосеанстың өзі, энергосеанс деген ол не? Энергосеанс деген өте жоғары вибрациядағы каналмен берілетін, аппақ емдік каналмен берілетін, адамның бойына отырғызылатын өте керемет энергия. Не үшін адамға энергия күшті көмектеседі? Потому что сіз энергиясыз. Потому что сіздің физикалық денеңіз ол 1 ғана % материя. Бүкіл жаратылыс, бүкіл жер планетасы бәрі 1 ғана % материя. Сол үшін біз энергетикалық, физикалық матрицаның ішіндеміз. Матрицадан шығып өмір сүруге болады. Матрицаның сыртында өмір сүруге болады. Ол қалай? Ол сіз программаларды қайталамай, өзіңіздің таңдауыңызбен, өзіңіз қалаған өмірді құрастырып, өзіңіздің өміріңізге өзіңіз жауапты болып,
барлығын өзіңіз ішкі барлық жауапты өзіңіздің ішіңізден тапқан кезде сізде еркіндік орнайды. Түсіндіңіз ғой, иә? Энергосеанс ол адамның омыртқа жотасының барлығын реттейді, тегістейді. Омыртқадағы жұлын, омыртқада жұлын болады, иә? Мен суретін дайындамаппын. Омыртқада жұлын болады. Ол жұлындар әрқайсысы көзге, құлаққа, барлық ткандарға, барлық органдарға әр омыртқаның өзінің жауап беретін бөлшектері болады. Мысалы, бірінші мен жетінші омыртқаның арасында, бірінші омыртқа мен жетінші омыртқаның арасында тек қана ауыз қуысы, мұрын қуысы, құлақ, көз, тамақ, бронха, мына жақтағы бездер соларға жауап береді, иә? Одан кейін ортаңғы омыртқалар. Олар бүйрек, бауыр, жүрек, асқазан, ішек жолдары соған жауап береді. Төменгі омыртқалар, олар жыныс мүшелері, қуық, иә, төменгі ішек жолдары, ас ішектер, тоқ ішектер соларға жауап береді. Мінеки көрдіңіз бе? Солардың энергиялары реттеліп, ішіндегі барлық блоктар шыққан кезде сіздің организміңізде тазарып, қызметін, яғни организмдегі клеткалар жаңара бастайды. Не үшін ДНК клетка жаңару деп тұр? Өйткені энергия арқылы сіздің клеткаңыз, әрбір клеткаңызға тиеді. Сіздің әрбір клеткаңызға тиіп, әрбір клеткаңызды энергия кәдімгідей алтын дәнді энергия клетканың барлығына біртіндеп тигізіп шыққандай, бір волшебный палочкамен әрбір клеткаңызға тигізіп шыққандай сондай жаңарады. Ол әр адамда әртүрлі. Неге мен бірінші күнге энергетическа қойдым? Потому что бүкіл сущностьтің бәрін алып тастау керек. Сосын барып ем қондырамыз. Бірінші сущностьтан тазартып тастаймын, сосын барып емдік терапия жасаймыз. Потому что сущность бар жерде адам бәрібір қайттан соған қосылып алады. Оны үземіз, үзетін, олар адаммен келісім жасасып алады. Мен саған жаңағы, сен осындай эмоцияда бол, мен саған осындай нәрсе берем деген сияқты, иә? Олардың түрі өте көп, олар лярва сияқтылар болады, олардың көбінесе олар жүрек чакраны жауып тастайды. Жаңа көрсеттім ғой, жүрек чакрасы жабылған кезде адам ешқандай махаббат, мейірім, кешірім, жаңағыдай сенім деген нәрседен құр қалады. Тас жүрек болып қалады, күлмейді. Сондай адам болып қалады. Ал сондай бұл энергосеанстарда сондай үлкен поток энергиясын бойларыңызға орнатам, вибрацияңыз артады, уақыт өте келе өзгерістер болады. Энергосеанстың алдында бірінші практика жасаймыз. Бірінші күні энергочистка болады, артынан практика болады. Екінші күні энергосеанс болады, артынан практика болады. Немесе керісінше. Екінші күні практика болады, артынан энергосеанс болады, разница жоқ. Үшінші күнде солай. Жермен байланысу, ішкі шығармашылық энергияны ашу, өзінің жоғарғы потогыңа қосылу, өзің жоғарғы меніңе қосылу, иә? Жоғарғы менге қосылған кезде ол сіз туралы барлық информацияны біледі. Сізге кәдімгідей сіздің ішкі гидіңіз ғой, ол ішкі гидіңізді оятасыз. Ішкі гидіңіз сізге бәрін айтып тұрады. Анау дұрыс, мынау сенікі, мынау сенікі емес, ол дұрыс емес, мынау дұрыс. Сондай сізге жақсы информациялар келе бастайды. Потому что энергия өзгергенде сізде ғаламмен, көрдіңіз ба, мынаның шет-шеттердің барлығы энергия. Осы энергиялардан енді ойлаңыз, негатив шығып тұрса, сіздің энергияңызға негативтер магнитше тартылады. Сіздің энергияңыз тап-таза болып, ойыңыз, санаңыз, бағанағы айтқан генетикалық программалардың бәрін реттегенде, сіздің полеңізге жақсы положительный энергиялар да тартыла бастайды. Солай қыздар, сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі эфир ұнады ма? Кім қандай инсайт алды, жазыңыздар кәні? Кімге қандай инсайт келді? Менің айтып отқанымнан не түсіндіңіздер? Қандай кімге терең түсінік келді? Жазыңыздар. Эфирді YouTube каналыма да сақтаймын, қыздар. Тазарудан кейін айтпақшыдай, сол үш күндік тазару сессиясы жүреді ғой, терапиялық сессия. Сол кезде текпенде байланыс жасаймыз.
тектің де программаларын жоямыз және текпен де байланыс жасаймыз. Өйткені текпен байланыспаса ресурс келмей қалады. Сондай терең сеансқа қыздар 3 күн менде ешқашан ондай нәрсе болмаған. Менің бір сеансымның өзі 150-200 мың тұрады. Бір жеке сеанстың өзі. Топтық сеанстың өзі менде 50 мың тұрады, бір ғана сеанс. Топпен тазартқанның өзінде. Енді қазір ойлаңыз, 50 мың теңгеге сіз 3 күн мощный практика жасайсыз, мощный энергия аласыз, мощный трансформация жасайсыз. Керемет нәтиже аласыз. Сосын негативті программаларды тағы да өзгертетін нәрсе ол сіздің питанияңыз, тамақтануыңыз. Ол да сіздің әрбір клеткаңызға беретін қорегіңіз. Сіздің әрбір клеткаңызға берген қорегіңіз дұрыс болғанда, сіздің клеткаларыңыз сізге дұрыс жұмыс жасай бастайды. Яғни қан тазарады. Қан тазарғанда генетикалық программалар тазарады. Не үшін генетикалық программаларды қанымен келген деп айтады? Өйткені қанда бүкіл программа. Сіз соны өзгерте аласыз. Өзіңіздің ойыңызбен, өзіңіздің ниетіңізбен, өзіңіздің энергияңыздың тазаруымен. Ол энергияның барлығы тазарып, сіздің бүкіл бойыңыздың барлығын жоймайынша, ішкі потогыңыз қосылу керексіз. Ішкі потокқа. Ішкі поток ол сіздің барлығын жарқыратып, жуып, шайып, тап-таза қылып шығарады. Кәдімгідей стеклянный болып шығасыз. Жап-жаңа болып. Сондай қылып шығарам. Так, сұрақ бар ма, қыздар? Сұрақтарыңыз болса, кімде қандай инсайт бар? Кім не түсінді? Кәне? Жазып жіберіңіздер. Сіздерге ұнады ма эфир? Не түсіндіңіздер? Барлық адамда программа бар, потому что совет кездегі ата-аналардың барлығы травмированы ғой, бәрі тиран. Балаларды солай тәрбиелеу керек деп ойлайды. Ойлап тәрбиеледі ғой, соның біреуі менмін ғой. Менің өмірім қалай өзгерді? Менің өмірім энергиямды өзгерткенде өзгерді. Менің өмірім өзімнің өміріне жауапкершілік алғанда өзгерді. Мен де бала позициясында болғамын, мен де жертва позициясында болғамын, мен де спасатель позициясында болғамын. Мен де елдерді кінәлайтынмын. Бәрі кінәлі, мен ғана керемет күшті ғажаппын. Ангелмен сондай болған. Терең түсініктер келгеннен кейін өмірім өзгерді. Сана кеңейген кезде өміріңіз обязательно өзгереді. Просто өзгереді. Қалай деп сенбейді адамдар. Сана кеңею керек қой, қыздар. Сана. Энергия кеңею керек. Сана деген ол не? Сана деген ол энергия. Қайда ол? Төбеде ол. Сана деген үлкен поток ол. Сол сіздің денеңізге кіріп, сіздің денеңіздің барлығын трансформацияламай тұр ғой, сіз рұқсат бермей тұрсыз ғой. Сіз айтып тұрсыз ғой, маған жолама, мен программамен жүре тұрамын, мен мамамның убеждениесімен жүре тұрамын, тиме деп тұрсыз ғой. Келіншек кеше айтады маған, сіздің эфирлеріңізді тыңдап шықтым дейді. Содан кеңістік сені тыңдайды дегенді түсінбеген ғой. Қалай тыңдайды, қандай кеңістік, қайсы деп ойлайтынмын дейді. Қуа береді осылар деп айттым дейді. Сосын мен ол кісіге айтқанмын, бір рет тыңдағанда түсінбедіңіз ба, тағы да тыңдаңыз. Екінші рет тыңдағанда түсінбедіңіз ба, тағы да тыңдаңыз. Тыңдай беріңіз. Ыдыс-аяқ жуыңыз ба, тыңдаңыз. Кір жуып жатырсыз ба, тыңдаңыз. Үй жинап жатырсыз ба, тыңдаңыз наушникпен. Бар ғой наушник деген қазір, Құдайға шүкір. Содан кеше айтады ғой маған, мен ғалам сізді тыңдайды дегенді енді түсіндім дейді. Әй, ғалам сені қалай тыңдайды деп алдындағы эфирде айтқан мен. Қалай тыңдайды? Ол сенде логика жоқ ғаламда. Сен қалжыңдап жынды деп жатсың ба? Жоқ. Шынымен де жынды деп жатсың ба? Жоқ. Әшейін айта салдың ба жынды деп. Ол қабылдайды, бәрін қабылдайды. Ойнап әшейін жынды деп айта салсаңыз, бітті, ол сізді өзіңізді жынды деп айтады екен деп ойлайды. Сосын сіз бір күні бір адамдар не істейсіз? Осы бір жынды сияқты деп айтқан не істейсіз? Потому что кеңістікке сондай сөздерді айтып жібердіңіз, болды. Каждый сөзіңіз қабылданды, кетті. Сіздер ойламаңыздар, бір сөзімді Құдай естіп қалады, бір сөзімді Құдай естімей, бүйтіп құлағын жаба қалады деп. Жоқ. Кеңістік бәрін естиді. Әрбір жасаған әрекетіңіз, әр ойыңыз, сөзіңіз, ісіңіз, эмоцияңыз бәрі есептеледі.
қате жасасаңыз одан ары өте қиындайды, қазір тоқтатсаңыз өміріңіз жеңілдейді. Дәл қазір өміріңізді өзгертпесеңіз, кейін ауырып, жаңағы онкология болып, болмаса тағы да бір жеріңізден бір без өсіп шығып, тағы да бір жеріңізден бір түйін өсіп шығып, соған операция жасатып, әуре сарсаңға салып жүргенше 50.000 теңгеңізді қиып, клеткаңызбен генетикалық программаңызды өзгерткен жақсы емес пе? Ойлаңызшы өзіңіз. Ертең сіз ауырыңызшы, сіз сол больницаға барған ақша табасыз. Кредит алсаңыз да ақша табасыз, малыңызды сатсаңыз да ақша табасыз. Потому что жан керек. Сізді мына жақта құтқарайын деп тұр адамдар. Әй, кел білім ал, санаңды аш деп тұр. Сіз тегін ба ақшасы қанша дейсіз? Айналайын жандарым, дірілдеп қалдырамаңдар. Құдай береді. Құдайдың берері көп қой. Құдай сіз ойлағаннан да керемет қылып береді. Құдай шексіз. Просто Құдай айтып тұр, ішіңе мені кіргіз деп тұр. Болды. Мені кіргізіп сезінші ішіңде дейді. Мені кіргізіп ішіңе сезін, мен саған бәрін берем деп тұр ғой. Алсыз Құдайды, как будто адамдар көбінесе айтады, Құдай төбесінде қарап тұрған бір адам сияқты көреді. Құдай ол энергия. Ол қай дінде болса да Құдай біреу. Барлық әлемді 18.000 ғаламды жаратқан сол бір Алла, бір Құдай, бір жаратушы. Қалай атасаңыз өзіңіз білесіз. Энергия. Барлық жерде энергия бар. Өсімдікте де бар, жануарда да бар, құста да бар, мебельде де бар, барлық жерде энергия бар. Неге заттарда энергия бар деп айтам? Өйткені бұл затты кезінде бір адам ойлады, компьютерді мышкамен басқаруға болатын, тышқанмен басқаруға болатын. Ойлады, барлығын чертежін сызды, заводқа барды, ойластырды, шығарды. Міне осылай мышка дүниеге келді. Дәл сондай барлық материалдық заттар адамның ойынан туындаған заттар. Сіздің қазіргі өміріңіздегі заттар, өмір сүріп жатқан үйіңіз, өмір сүріп жатқан күйіңіз, өмір сүріп жатқан жеріңіз, барлығы сіздің бір кездерде бейсаналы түрде ойлаған ойыңыз. Ол материальный болып тұр. Мысли материальный деген сол. Сосын көп оқырмандар айтады, сіз маған гарантия бересіз ба дейді. Мен Құдайдың рөліне кірмеймін. Мен сізді жаратқан жоқпын. Мен адам жаратушы емеспін. Мен бойымдағы қабілетті, қасиетті, терең білімді қолданып, мені Құдай жіберіп тұр осылай. Бар да көмектес дейді. Бекерден бекерге берген жоқ қой маған терең білімді, біліп тұрмын. Бар да бер деп тұр ғой. Көрдіңіз бе? Мен қалай осы салаға келетін кезде, мектепте жұмыс жасап жүрген кезде қарсыласқанмын. Қалай сонда мен емдеймін, мен өмірімде адам емдеп көрмегенмін, қалай сонда деп түсінбей қарсыласып, сол кезде жолым бәрі шұқ жабылды. Жолым жабылып қалды. Бір айдың ішінде, қателеспесем, бір айдың ішінде 2 миллионға артқа кіріп кеттім. Сенесіз бе? Жасамай қойдым бұл жұмысты. Одан қайта бала оқытқаным жақсы емес пе? Тыныш деп, Потому что, ол жақта басыңды қатырмайсың ғой. Барасың, сабағын бересің, кітаптан қарайсың, оқисың, дайындаласың, барасың. Уже жаттап алғансың. 20 жыл істедім мен. Кітапқа қарамай айтатым сабақты. Есепті кітапқа қарамай шығаратым. Сонда ол маған оңай болды. Жаттап алған жұмыс. Мына жақ маған қиын болып көрініп тұратын. Қалай мен істеймін, істей алмаймын, емдей алмаймын деп. Көрдіңіз ба? Адамның миы қалай қарсылық, потому что сол зона комфортадан ми шығармай тұрады, программадан ми шығармай тұрады. Ал мидағы установкалардың бәрін тазарту керек. Шығару керек, шығару керек, тазарту керек, бәрін трансформациялау керек. Миды, денені барлығын босатқан кезде таза энергия келеді. Ол таза энергия сізге молшылық, бақыт алып келетін энергия. Сіздің денеңізде энергия жетіспесе, сізге ақша келмейді. Сіз жермен байланыспасаңыз, сізге ақша келмейді, денсаулығыңыз да болмайды. Ертең сіз 60-қа, 70-ке, 80-ге келген кезде жаңағыдай әркімге бір күніңіз қарап, әркімге бір жалынышты болып, балаларыңызға жаңағы масыл болып, балаларыңызға бір проблема жасап отырған ұнай ма? Сондай? Ол адамдар тоже жертва. Вот таким образом они не алады,
адамдардан махаббат алады. Жертва болып жаңағыдай байқұс болып ауырып, они любят забота бірдеңке деген деп жақсы көреді. Когда адам өзінің стержені, өзінің ішкі энергиясы қалыпты болған кезде, адам ешкімнен қолдау күтпейді, просто барады да өзі жасай береді. Қазір көп қой, 80-де 90-да келген адамдар спортпен заниматься етеді, йогамен заниматься етеді, скандинавская ходьба жасайды, спортпен заниматься етеді, дұрыс тамақ ішеді, энергиясын көтеріп жүреді, ойын дұрыстайды, әлі де сол өзінің сүйіктісімен айналысады. Сондай адамдар бар. Адамға 120 жыл өмір сүруге энергия беріледі. Сіз энергияны сақтамасаңыз, сіздің өміріңіз де қысқа болады. Энергияны сақтау деген энергияны басқа жаққа аударып шашыратпау. Күнде энергия келеді сізге, күнде Құдайдың құтты күні сізге Құдай энергия береді. Сол энергиямен бірге сізге шығармашылық та береді, табыс та береді, ақша да береді, молшылық та береді, идея да береді. Бірақ сіз миыңызда мың шырматылған андай шырмауық сияқты программалардың кесірінен сіз келген энергияны қабылдай алмайсыз, қорқасыз шешім қабылдап сол жаққа баруға. Сосын айтасыз бір күні, өткенде ғана осы нәрсені ойлап едім, қараш, мен сияқты жасап жүр ғой, бәле жоқ осы елде деп айтасыз, иә? Неге? Потому что сізге идея келді, идеяны шық етіп қолданбадыңыз, басқа біреу қолданды. Идеяны сіз қолданбаған кезде айнала қолданады. Алла сізге барлық мүмкіндікті берді. Демаласыз, денеңіз бар, бәрі жұмыс жасап тұр, сотка бар, интернет бар. Құдай күндегі тамағыңызды, нәсібіңіздің бәрін үйіп-төгіп беріп тұр. Аш қалдырып, жалаңаш қалып, ашаршылық болып жатқан жоқ. Бәрі бар ғой. Просто алыңызда өзгеріңіз, болды. Басқа проблема жоқ. Проблеманың бәрі ішіңізде. Сіз өзгергенде проблема шық тоқтайды. Проблемадан көз ашпаған адамның біріншісі мен едім. Бірінші орын алатын проблемасы көп адам мен едім. Мен жақындарым біледі ғой. Так, қыздар, 1 сағат 27 минут отырыптық. Сұрақтарыңыз бар ма? Эфир ұнады ма? Эфир ұнаса жүрек басыңыздар. Эфир ұнаса жүрек басып қойыңыздар. Кімде қандай инсайт бар? Кім не түсінді, қыздар, айтыңыздар. Неге гарантия бермеймін деп айтам? Мен Құдай емеспін. Мен Құдайдың рөліне өтіп кетемін деп айтатын болсам. Сосын маған Құдай айтады, сен менің рөліме өттің ғой, енді бар өзің емде дейді. Алла емдейді. Өйткені мен сіздің ішіңізге Құдайдың энергиясын өткізем. Аяқтан. Өкпе, реніш, қорқыныштармен сіз Құдайдың энергиясын ішіңізге жібере тұрсыз ғой. Мен соны ашам, ішіңізге энергия кетеді. Полностью бүкіл денеңізбен, бүкіл клеткаңызбен, қан тамырыңызбен бәрімен тазарады. Сосын сізде уже өзіңіз жанындай, кім айтқандай, ештеңкені уайымдамаймын, еш нәрседен қорықпаймын деп отырғаны сол, потому что ішінде Құдайдың энергиясы бар екенін сезді. Өйткені Құдай біздің ішімізде, Құдай біздің төбемізде қарап тұрған жоқ. Құдай біздің ішімізде, біз қандай дінді ұстанайық, Құдай бізбен бірге, әрқашан бізбен бірге, күндіз де, түнде де. Біз тынысымызды да басқарамаймыз, біз энергиямыз, біз еш нәрсе емеспіз. Бізді басқарушы жоғарғы әлем бар. Жоғарғы күш бар. Просто сіз жақсы позитивке өтесіз, ғалам сізге өзіңіз керек нәрсенің бәрін береді. Просто энергияны өзгерту керек болды. Өкпе, реніш, қорқыныш, сенімсіздік, мамаңыздың программасы, жаңағы атып кету, шауып кету, жабылып кету, бір бәле деген бәрін тоқтату керек. Миыңызда сондай нәрселер сөйлеп тұр ғой, сөйлеп тұр. Үйтсең, басқа нәрсе жасасаң, аш қаласың деп тұр. Программа сөйлеп тұр. Осыған 50 000 теңге берсең, алданасың деп тұр. Осыны алсаң, сен еш нәрсе нәтиже болмайды деп тұр. Күмәнданып тұр. Неге? Күмәндану арқылы сіз тура сондай нәрсені тартып алдыңыз. Өткенде бір адам маған жазыпты. Осындай сіз сияқты психолог мамандарға әбден алданып біттік қой деп жазыпты. Көрдіңіз бе? Ол адамның өзінің ішіндегі терең сомнение, күмән, күдік, ғаламға сенбеу, Құдайға сенбеу, өзінің ішіне сенбеу. Программа деген толып тұр ішінде. Көрдіңіз бе? Мен бір сөзінен байқадым ол адамның қандай адам екенін.
әшейін бір-ақ сөзінен. Сөйлескен жоқпын, тек қана бір ғана сообщениесін оқыдым, болды, түсіндім. Қандай деңгейде сөйлеп тұрғанын түсіндім. Ол адаммен вообще спорить не стоит, даже энергия тратить не стоит вообще. Потому что санасы жабық, полностью заблокировано. Потому что бір адамға барғанда жадничать барып дірілдеп қалтырап, бола ма болмай ма деп ақша үшін просто сену керек та бару керек, бітті. Бәрін беретін Алла. Сіз мысалы ертеңгі күнім маған бола ма болмай ма, ертең менде су бола ма болмай ма деп уайымдамайсыз ғой. Ертең маған ауа бермей қала ма, ертең маған Құдай ауа берер ме екен, бермес пе екен деп ойламайсыз ғой. Ауаны сізге күнде беріп тұр ғой, энергияны сізге күнде беріп тұр ғой. Энергияны күнде берсе сізге, значит, күнде сізге мүмкіндік бар деген сөз ғой. Сондай сеанста сіз сондай бұдан да терең информация аласыздар, бұдан да терең. Медитация жасағанда, кванттық медитация жасаған кезде қыздар айтады, не деген керемет сөздер дейді, сондай сөздер адамды өзгертеді. Өйткені сол сөздер, терең сөздер адамға трансформация береді. Барлық информацияны біз сөз арқылы аламыз. Кәне қыздар, кері байланыс жасап жүріңіздер маған, мен аяқтайын, Эфир ұнады ма, қандай сезімдеріңіз бар, не ұқтыңыздар? Менің парақшама жаңадан тіркелген қыз-келіншектер бар ма екен? Мен соны сұрамаппын, кешірім өтінемін. Егер де менің парақшама жаңадан тіркеліп отырған болсаңыз, менің парақшама қош келдіңіз. Менің әрбір жұмысым, әрбір қызметім тек қана сізге өзгеріс әкеледі, басқа еш нәрсе әкелмейді. Өзгеріс әкеледі. Трансформациялық ойынның өзі, оның просто аты ойын оның. Менен өткен қыздар білет, ол просто аты ойын, трансформациялық. Названиясы сондай. А так ол тоже жатқан тұрған трансформация. Потому что адамның бүкіл программасын просто отырып оқи берем. Просто отырып оқимын да, оған не керек, ағыл тегіл болып мына жақтан информация маған келе береді, сондай. Андай ойын сияқты ойнатпаймын оны. Өйткені маған бір қыз жазған, трансформацияның ойын деген, сонда ойын үшін осы жақсы төлеймін ба деп. Ойын үшін емес, трансформацияңыз үшін төлейсіз. Өйткені жеке трансформацияда өте терең энергия кетеді, өте терең информация келеді. Өйткені 7 атаңыз бойынша барлық жалған информациялар, өтірік, жабып қалған потенциал, жабып қалған ресурс, байлық, қарым-қатынас, жабып қалған сексуальный энергия, бүкіл заблокирован энергияның бәрін ашамыз. Қандай запроспен келесіз, сол запросқа байланысты бүкіл жауабыңызды аласыз. Мен бір қатысушы келіншегім, сондай терең запрос келген кезде таң қалған. Қаяқтан алып жатырсың информацияның бәрін деп. Болды. Солай, Так, қыздар, давайте енді эфирді аяқтайын, 1,5 сағат. 1,5 сағат отырыппын. 1,5 сағат отырыппын. Ешқайсымыз жүрек баспайсыздар ма? Бағасы қанша дейді? Бағасын айтып өттім, қыздар. Адамдар ара қатынас нашар адаммен араласқым келмейді, жалғыз болғанды қалаймын дейді. Жалғыз болғанды қаласаңыз, жалғыз қалыңыз. Қарым-қатынас нашар адамдармен аралассаңыз, солардың бүкіл установкаларын сіз өзіңіз қабылдап аласыз. Оны өзіңіздің аураңызға, өзіңіздің полеңізге жібермеудің өзінің техникалары бар. Қалай сіз біреудің энергиясын өзіңізге қабылдамайсыз, қалай сіз өзіңізді сақтайсыз, және қалай бұрынғы өткен энергияның бәрін қайтарып аламыз, оны да үйретемін. Қалай сіз өзіңіздің аураңызды қорғап жүресіз, қалай сіз өзіңіздің аураңызға қорған орнатасыз, оны да үйретемін осы 3 күнде. Өйткені маған сеансқа келген, және менен энергия сеанс өткен қыздардың бәріне осыны үйреткем. Мен сіздің сеанстан өттім. Күннен күнге жаңа идея келіп, жаңа мүмкіндіктер өміріме келуде. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Өтіңіздер күшті, өмірлеріңіз өзгереді. Рахмет. Кім жазды? Сабира, рахмет. Мен
өзімді өзім зерттей бастадым дейді. Рахмет, күшті қыздар. Тазартудан бастау керек бәрін. Дұрыс айтасыз. Тазармасаңыз, сіздің аффирмацияңызда, медитацияңызда жұмыс жасамайды. Тазару керек бірінші. Адамға қысым жасала берсе, сұрағымызды түсінбедім. Егеріп жүрмін, сезініп, санам жеткенше дейді. Так, мен энергетикадан өттім, жүрегім тыныш, үлкен түсініктер келіп жатыр. Үлкен поток энергия, бұны бағана оқыдым, аудиоме. Фокус өзіме қоя алмай жүрмін, күйеу тағы басқа дейді. Ой, күйеуіңізбен алыспаңызшы. Так. Менде тағы да бір жақсы кейс бар, қыздар. Келіншек энергетикаға келді. Просто өзінің бойындағы энергияларын тазартып, установкаларын өзгертуге келді. Тазарайыншы деп. Мынандай жақсы үлкен бизнесі бар екен. Бірақ сол бизнесті ары қарай, сол бизнестің иесі болып сезіне алмайды ма, өзін сондай ұмытып қалдым. Сосын бизнесті ары қарай жандандырып өсірейін десе, өзін кінәлі сезінеді. Как будто айналаның барлығы оны кінәлайтын сияқты, барлығы одан ақша сұрайтын сияқты, сондай қорқыныш бар. Соны тазартып бердім. Қанша уақыт өткен есімде жоқ. Сол кезде айтқан күйеуім ішеді деп. Сол кезде ол күйеуінің ішкенін блогын айтып берген мен. Мына нәрселер жасаңыз деп сеанста, потокта информация қалай келді, солай айттым. И представляете, бір айдан кейін сол келіншек маған жазып тұр ғой, вау деп, күйеуі күнде ішеді. Сосын айттым, фокусты өзіңе аудар. Мен айтқан нәрсенің бәрін жаса, өзіңе уход жаса, өзіңнің денеңді қабылда, мен айтқан бәрін жаса, тыңда, болды. Вообще назарыңды аудармаған дедім. Шема білген істеп жүрсің пока. Сен өзіңе қара. Сен энергияң қалай өзгереді, үйіңнің энергиясы солай өзгереді деп айттым. Сосын бір айдан кейін ба, 1,5 айдан кейін ба, келіншек жазып тұр ғой маған. Вау, представляете, мен күйеуім өзінен өзі арақ қойып намазға тұрды деп. Вот. Ер адаммен алыспаңыздар, пожалуйста. Ер адам или сіз өзгерген кезде или адам болады, или вообще кетеді. Потому что вибрация өзгереді. Вибрация өзгерген кезде адам өзгерсе өзгеріп қалды, өзгермесе кетеді. Гарантия. Так, саламатсыз ба? Ойдағы негатив ойлардың тазаруға болады ма? Болады, конечно. Бір сеанста тазартып берем ғой. Так, өте жақсы өзгертіп жатырмын ғой. Шын өте көп дейді. Так, саламатсыз ба? Жүректегі жараларды емдейміз. Болды. Қыздар, болды, барлығына жауап беріп өттім, И өзгергілеріңіз келсе, шешімді өздеріңіз қабылдайсыздар. Сол қалпында жертва болып жүре берсеңіздер, установкалардың жертвасы болып, басқа программалардың жертвасы болып жүре берсеңіздер, өмірлеріңіздің соңында үлкен өкініш болады. Неге адамдар ауырған кезде емес, жалпы адамдар өмірден өтіп баратқан кезде, өтетін кезде, не үшін көздеріне жас келеді, не үшін адам өмірден өтерде көзіне жас алады, кім біледі? Жазыңыздар, кім біледі? Бұрын мен өлімнен қорқатынмын, сосын өлген адамдардан қорқатынмын. Потому что бала кезімізде сондай өлген адамдар туралы әңгіме айтып қорқытқан. Сол менде үлкен адам болғанша, бала шағам болғанша, мен сол нәрседен қорқып жүретінмін. Өлген адам десе қорқатынмын, әруақ десе қорқатынмын, не деп. Кейін оқып, білім алып, өзімді тауып, энергиямен жұмыс жасап бастаған кезде мен түсіндім барлығын. И өзгерді, Енді адам өмірден өтетін кезде не үшін жылайды, не үшін көзінен жас ағады? Өйткені адам сол кезде
өмірден өтетін кезде өзінің реальный өмірі көз алдына ашылады. Телевизор сияқты өзінің реальный өмірі, өзінің сүру керек өмірі көз алдына ашылады. Барлығы андай диафильмнен өтіп отқан сияқты бәрі бүйтіп өтеді телевизор көзінің алдынан. Сол кезде не істейді? Өзінің қателіктерін түсінеді, өзінің дұрыс өмір сүрмегенін түсінеді, өзі дұрыс шешім қабылдай алмағанын түсінеді, қаншама нәрсені бос жіберіп еш нәрсеге үлгере алмай қалғанын түсінеді. Сонда адам не істейді? Егіліп жылайды. Не үшін көп адамдардың жаны жан әлеміне қайтпай қалады? Не үшін адасқан рух болып қалады? Оны келесі эфирде айтайық. Адасқан рухтар қайдан пайда болады? Адасқан рухтардың адамға зияны қандай болады? Олар қандай жерде қалып кетеді? Сол туралы келесі эфирде айтайық. Бұл енді кішкене мистикалық тақырып, сонда да айтуға болатын шығар. Жақсы қыздар, мені тыңдап до конца менімен отырған қыздарға алғыс айтамын. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Менің парақшама қош келдіңіздер. Осы эфирмен барлық таныстарыңызға таратыңыздар. Осы эфирді бөлісіңіздер. Өйткені көп адамға инсайт беретін, көп адамға миына өзгеріс беретін, санасын көтеретін өте терең ақпараттарды айттым. Бұл эфир адамның өзгеруіне, адамның өмірін өзгертуіне, санасын өзгертуіне арналған эфир. Мен сіздерден 1 миллион теңге алып, 3 күн сеанс жасайын деп жатқан жоқпын. Мен сіздерден бар жоғы 50-ақ мың теңге алып, 3 күн терең трансформациялық сеанс жасаймын. Оған менің өте көп энергиям жұмсалады. Оны мен тегін жасай алмаймын, өкінішке орай. Өйткені әр потоктағы отқан адамдардың энергиясы менің энергиямды сорып алады. Өйткені әр адамның мен энергиясын сканерлеп отырам. Әр адамның энергиясын қарап отырам. Кімде қандай, қай жерде қандай блок бар, е? Сол бойынша ем жүргіземіз, терапия жүргіземіз. Жақсы қыздар, сіздерді 18-і, 19-і, 20-сы күні болатын керемет терапиялық сеанста күтемін. Сау болыңыздар. Пока.